Баршаңызға қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Мен сіздерге бүгін панкейктің қалай жасалу жолын рецептісімен бөлсем, міндетті түрде менімен бірге болып, кері байланыс жасай отырыңыздар. Бізге қажетті заттарымызды, қалай жасалу жолын барлықтарын описание бөліміне салдым. Описание бөлімінен қарап алуларыңызға болады. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып алып, қантымызды салып, майымызды құйып, разрыхителімізді салып алып, жақсылап тұрып, араластырып алғанымыздан кейін бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Барлықтары жақсылап араластырып болғанымыздан кейін үстінен ұнымызды саламыз. Мінеки осылайша ұнымызды жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ұнымыз ешқандай да кусок болып қалмауы қажет. Қызып тұрған тапамызға жақсылап тұрып жасап алған панкейктерімізді екі жағын осылайша кезек алмастырып, әдемілеп тұрып пісіріп аламыз. Барлықтарын жақсылап пісіріп аламыз. Үйге қонақ келгенде де және балаларға да ерекше әрі дәмді болып шығады. Жұмсақ әрі ерекше ауызда ерейтіндей панкейктеріміз осылайша біздің барлықтарын пісіріп аламыз. Мінеки біздің ерекше әрі дәмді болып шығатын панкейктеріміз дайын. Жасап көрулеріңізге болады. Құрамына да ондай көп заттар қажет етпейді. Өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Менің арнама міндетті түрде тіркеле өтіңіз. Және де менен қандай рецепті күтесіздер, комментарияға қалдырып кетулеріңізді сұраймын.